Білесіз бе, кейбір мамандықтар университетте оқытылмаса да өте сондай сұранысқа ие. Ассалаумағалейкум баршаңызға, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видеода осы қандай мамандықтар екенін толығырақ айтатын боламын. Видеоны әрі қарай көрмес бұрын бірінші каналға жазылыңыз, егер каналға жазылмаған болсаңыз, және осы видеоға лайк басыңыз. Ал енді біз әрі қарай жалғастырайық. Университетте бәріміз білетін көптеген сондай мыңға жуық мамандықтар бар. Өрт сөндіруші болсын, бағдарламашы, немесе дизайнер, маркетолог сияқты. Бірақ заман ағымына қарай бізге тіпті естіп көрмеген мамандықтар шығып жатыр. Олар әрине дәл әзірге ғана университетте оқытылмайды, бірақ болашақта оқытылуы мүмкін. Бірақ сонда да сұранысқа ие. Ал егер ол сұранысқа ие емес дейтін болсаңыз, сіз қателесесіз. Және мен қазір осы қандай мамандықтар екенін айтайын. Бүгінгі видеода мен солардың екеуіне тоқталамын. Біріншісі бұл SEO маман. SEO маман дегеніміз кім? SEO деген сөз ағылшын тілінен аударғанда, ағылшын тілін аудармай-ақ қояйық енді. SEO деген Search Engine Optimization деген мағынаны білдіреді. Яғни іздеу жүйесінде алға шығару. Сонда бұл қалай? Айталық мынадай жағдай. Бір компанияның сайты бар. Ол сайты, Google, ол компания сайт жасаумен айналысады. Мысалы, сайт жасаумен айналысатын бір веб-студия. Негізгі тапсырма мынадай. Клиенттер Google-ге мысалға сайт жасайтын сондай жерлерді іздеу үшін создание сайтоп, немесе сайт жасау бірдеңе создание сайтоп, Алматы создание сайтоп, Караганды деп жазуы мүмкін. Сондай жағдайда мына жерде көптеген сайттар шығады. Сол кезде кейбір сайттар бірінші орында тұрады, кейбіреулер былай тұрады, кейбіреулер астына түсіп кетеді, немесе кейбіреулер мына жерде 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, тіпті 10-ші бетке кетіп қалады. Ал мен айтып отқан осы SEO маман осындай сайттарды дәл осы ең жоғары бөлікке көтерумен айналысады. Енді бұның маңызы өте сондай зор. Егер осындай мамандармен дұрыс жұмыс жасайтын болса, өте сондай клиенттерді олар осындай жолдармен ешқандай жарнамаға ақша салмай өзіне тартуы мүмкін. Мысал қарайтын болсақ, мына жерде реклама беріп қойған. Міне мынандай сайттер KZ, Мегахост, PS деген сияқты. Бұлар реклама. Ал мына жерде бірінші OLX тұр, енді бұны ескермей қояйық. Мына жерде artmedia.kz деген мысалға сайт бар екен, сайт жасайтын веб-студия соның бірінші орында тұр. Неге? Себебі бұлардың сайтымен арнайы SEO маман жұмыс жасағанына мен сенімдімін. Себебі бұлардікі жайдан жай осынша сайттардың ішінде жоғары шықпайды. Ал SEO маманның қызметі осындай сайттарды белгілі бір сөздерді жазып іздеген кезде соны алдыңғы орынға шығару. Енді бұл жерде создание сайты емес, мысалға купить iPhone, немесе купить iPhone BV Алматы, Атырау, Ақтау, немесе Уральск деп жазу мүмкін, немесе сол сияқты кез келген сөздер. Немесе сол сияқты қазақша болсын, ағылшынша болсын, ол жерде әңгіме жоқ. Сайттың тілі қандай, сол бойынша белгілі бір сөздер бойынша алдыға шығару. Мысалға, Hostel VV Алматы деген кезде бір сайттар өте көп шығады. Содан ең жоғары орынға шығару үшін онымен арнайы SEO маман жұмыс жасайды. Яғни SEO маманның негізгі қызметі осындай. Енді қалай SEO маман болуға болады? Ол үшін бірінші кезекте HTML болсын, немесе сондай кодтар болады, сайт жасауда қолданылатын, осыны білу керек. Енді толық емес, базалық деңгейде. Мысалға мен оларды білемін, және SEO-ның негізгі основасын мен білемін, бірақ негізгі SEO маман деп мен айта алмаймын. Себебі мен ол жағын маған қызық емес, онымен арнайы SEO мамандар айналысады. Енді сізге арнайы сондай, егер SEO маман болғыңыз келетін болса, арнайы менде жасалған HTML бойынша арнайы курс бар. Бірінші сіз осыны оқып шығуыңыз керек, және осыдан кейін қосымша әрі қарай іздене берсеңіз болады. Ал енді оны оқымай әрі қарай SEO маман болам дейтін болсаңыз, бұл мүмкін емес дүние десе де болады. Себебі оны түсінбейтін болсаңыз, сіз әрі қарай дұрыс маман бола алмайсыз. Дәл осы видеоның астында, осы менің жақында ғана іске қосқан Hafiz.kz деп аталатын онлайн оқыту порталында осы курс бар, тегін қарасаңыз болады. Одан кейінгі SMM деп аталады, яғни SMM специалист, SMM маман дейді. Енді SMM дегеніміз social media marketing. Енді қалай social media marketing болған, мен ағылшынша дұрыс білмеймін негізі.
бұл маманның негізгі қызметі әлеуметтік желімен белгілі бір қызмет түрін, тауарды немесе сол сияқты компанияның беделін болсын әртүрлі тәсілдер арқылы алға жылжыту. Енді бұны SEO-ға қарағанда көбіміз естіп көрген шығармыз. SMM дегенде, SMM специалист немесе сол сияқты Инстаграмда продвижение жасаумен айналысатындар, бұның бәрі SMM специалист дейді. Енді бұның қызметі мынадай. Мысалға, біз мына жерде сайт жасайтын бір компанияны алдық. Енді ол мысалға сол компания іздеу жүйесінде сайттарын іске қосып қойды. Одан кейін олардың Инстаграмда, ВКонтактеде, Фейсбукте немесе Твиттерде немесе сол сияқты басқа әлеуметтік желіде жеке аккаунттар бар. Сонымен айналысатын адамдарды SMM мамандар дейді. Яғни сол арқылы әлеуметтік желідегі аудиторияны қолданып, бұлар осылай өздеріне көбірек клиент тартуға тырысады. Немесе сондай сияқты жұмыстардың мамандар деседі. Оны қалай дұрыс жүргізу керек, қандай пост салу керек, қай уақытта салу керек, қай әлеуметтік желіде қандай аудитория бар, және сол аудиторияға сай жұмыс жасайтын бұлар SMM мамандар. Яғни бұл SMM специалистер дейді орысша. Енді бұл маманды болу үшін сізге бірінші нені білу керек, және қай жаққа қарай жұмыстану керек екенін айтайын. Бұл үшін мен ұсынамын белгілі бір әлеуметтік желілермен жұмыс жасасаңыз болады, немесе белгілі бір біреумен ғана жұмыс жасауды меңгерсеңіз болады. Мысалға, Инстаграммен айналысатын жеке мамандар бар да. Ол Инстаграммен айналысатын адам мысалға ВКонтактемен жұмыс жасамайды. Немесе жұмыс жасамауы мүмкін, немесе Фейсбукқа жұмыс жасамауы мүмкін, немесе басқа әлеуметтік желімен жұмыс жасамайды, тек қана Инстаграммен айналысатындар бар. Солай істесеңіз болады. Инстаграмды аласыз, жай ғана Инстаграм продвижение Гуглге жазасыз. Инстаграм книги по продвижению в Инстаграм деп жазатын болсаңыз, кітаптардың тізімін береді. Соны оқып, сіз өз тәжірибеңіз бойынша тәжірибе жинасаңыз болады, солай жұмыс жасап. Одан кейін басқа әлеуметтік желілермен жұмыс жасайтын болсаңыз, егер толық қамтығыңыз келсе, онда ВКонтактіні, сонымен қатар Инстаграмды, сонымен қатар тағы YouTube немесе Facebook бәрін таңдасаңыз болады әрине. Яғни SEO-ға қарағанда SMM маманды меңгеру үшін жаңағыдай кодтарды білудің мүлде қажеті жоқ. Осымен видеоны аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Ертай Қуанышев. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, онда осы видеоның астындағы пікірге жазып қалдырыңыздар, және мен оған міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видео сабақта кездескенше, келесі видеоларда тағы екінші, үшінші сериясын шығаратын боламын.